Ne oldu, ne oldu? Kaçır dedisler. Есік бара. Жолдың барын ашыңдар. Камера бар қосылып тұрсын. Не дейді? Тез камераның барын қосыңдар. Жолдың бары ашылсын. Ашылды. Сіздер қару жоқ болсын. Қайдасыздар. Не дейді? Тез жолдың барын ашыңдар. Аль-Фараби жабық. Полный Аль-Фараби жабыңдар. Встречіп, барлығын жабыңдар. Бәсі жүрмесін. Не дейді? Шеп, келе жатыр, шеп. Қайдасың? 100 Қақтасын. Қайдасың? Өзің қақтасын. Осынам. Не дейсің? Осынам. Қақтасын. Сен отыра келсің ғой. Жағына келсің ау деймін. 2 жұма болды. Сен кім үйінде жатқан білесің ба? Білем. Сен кімнің үйінде жатқан білесің ба? Миллионердің үйінде істеп жатыр. Миллионер емес, дұрыстап айт, олигарх. Қош. Бай ма? Олигарх, байың еруінде сөйлесе кекір жібереді. Опасный жерде. 27 островы бар. Дайынмын. Сенде, не дейді? Қарта. Не дейді? 4 машина жолда тұрған ес. 4 машина сырт таста. Мусорға лақтырып жібер тез. Болды. Кел жатыр. Дайындалыңдар, болды. Кел жатыр. Кім? Дорогой, родной. Өзің қалайсың, жаным, родной. Грипп емес, вино ішіп жатырмын. Как родной, өзің қалайсың? Гена ғой, Гена. Геннадий Головкин ғой. Да, Гена. Жаным, сен қазақтың ұлтының мақтанышсың ғой, жаным. Ура берсе, кездескен ура берсе, дорогой. Родной мой. Да. Гена. Сен туралы анекдот шықты ғой. Біздің Қазақстанда сен туралы анекдот шыққан. Сен мен Бруктың бойы болатын күні, Брук үйінен шығып бара жатып, қатынын айтты ғой. Жаным, бүгін дайындал, сен бүгін чемпионмен ұйықтайсың десе, Бруктың қатын айтады дейді. Да ты че, үйге Гена келе ма депті ғой. Да, Гена. Неқтір. Білмеймін, адам ба, хайуан ба, білмеймін. Дорогой, родной мой, Ген, счастливый пути. Да, ну ладно. Ақшадан ойыңыз, Ген. Ақша мыналар ғой ақшада. Мыналар ақшада. Давай, дорогой, родной. Гена ғой. Гена. iPhone 13. Именной. Иә, сондай. Маған арналғанда iPhone 13. Пошел вон. Алдар. Не дейді? Кім? Шофер келеді деген, шеп. Шофер. Шофер. Новый шофер. Бүгін шоферімді ауыстырдым. Өзім шоферім миллионер болып кетті. Қазір кетей бір бейшара келерін. Міне. Вот ақша. Міне. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам.
Наш-нешкімен шығып кетпедің бе сен деген? Да? Сен шоферсің ба? Я шоферға жұмысқа келіп. Міне аяғын қоятын бірде тауып беріңдерші. Olsun. Да? Шоферлыққа жұмысқа келіп ем, шофер іздеп жүрмін дегеннен кейін. Сен қаяқта істедің бұның алдын? Алдында бір компанияның директорының шофері болғам. Компанияның директоры айлығың қанша? 40 мың? $. Жоқ. Енді? 40 мың ғой. Теңге? Теңге. Саған айлығын сразу бере салайын ба? Пошел бұл, ма? Бәр маған ба? Бәр тері бол. Сен сонда, сен бұлай өш. Сен бұлай ол. Надоело мұнда ақша бол ғой. Надоело болса маған бересіңші. Клейлеп алам кейін. Сен бұлай ол. Қазір біздің үйде жеңгеңе шуба әпер. Болды, әперем. Есентайға бар. Есентайға бардағы айт. Жирафтың кірпігінен жасалған шубы бар ма деші? Ой-бай. Ол қандай болады екен ол шуба? Пусть 300 жираф соя ма? Дұрыс. Бәлкім 500 жираф соя ма? Болды. Давай жеңгешкеңе әперші. Болды, әперем. Не ғой, бірден айтсам бола ма? Менің бүгін туған күнім еді. Ой, Иә. не ағып айтып берді, мә? Рахмет. Әйелімде туған күн екеуміз бір күні туылдық. Да ты чё, мә? Рахмет. Рахмет. Бейшара. Не ғой? Сен былай қыл. Рахмет сізге. Потом, Өмір бұндай ақша көрмеген ғой мен. потом сен былай қылшы. Жолда гаишысы тоқтамас. Иә. Тоқтағаннан мынаны беріп кетші. Болды. Иә? Иә, берем. Сіз берді деп айтып. Адал қызмет етші. Болды. Басқа жұмыс тапсырмаңыз. Бергеш. Басыңнан тұрайын. Ола беріңіз. Бола береді сізге. Бергеш. Не ғой? Аға, мен кете берсем бола ма? Тапсырмаңыз орындап. Сен бич. Машинан мойкаға берші. Болды. На мойку ма? Өмір бақи Потом- жуатын сияқтысың. Сигарет, мигарет алшы. Болды, алам. Кетші. Болды. Кетші. Болды, кет. Не ғой? Қош болыңыз. Қош болыңыз деппін ғой. Сау болыңыз. Жақсы, аман болыңыз. Бай беріңіз. Басқа шофер табасыңдар ау. Не үшін шеп? Қош бол деп айтты ғой мынау. Басқа шәлер табыңдар. Басы. Басқа шофер табыңдар. Шеп, қызыңыз келе жатыр. Да ты чё? Доча! Доча! Пап, привет, қалайсың? Жан, Пап, короче, проблема болып тұр ғой бізде. что за проблема? Этот мен майбахым бар ғой. Соны алдым фарм біреу істемей қалды ғой, прикинь. Да ты чё? Свалкаға таста. Пап, қуасың ба, бір фарна болды, свалкаға тастамайтын шығар. Қызым, ұят болады, дос бар, дұшпан бар, ертең пәленшенің қызы бір фары жоқ. Майбақпен жүріп десе, күлмей ма? Мен не істеймін? Бірдеңе түсіп күліп атсыңдар ма? Иә. Пап, жөндетіп аласың ба? Қызым, басқа машина алсай. Ну, қандай машина? Бугатти. Мен Бугатти не хочу, пап. Как? Қандай цветін қалайсың? Ну ладно, розовый цвет. Розовый болмайды. Жасыл наш, мұсылманский, жас. Есіктің цветімен бірдей болып қалады ғой, папа. Онда екеуін де алсай. Розовый и бесцветный үшеуін аш. Қуасың ба, пап, бесцветный цветпен машинамен соғысып қалмайын ба, көрмей қалады. Жан, доча, обед іштің ба? Енді Обед іші. Обед іші, жан, доча, асқазаның ауырып қалсам мен ертең. Жан, единица сабаш. Жан, подружкаларыңа қарызға ақша берші. Доча! А? Жан, Пап, давай, мен салонға кеттім.
Доча! А? Давай, ладно. Кім? Шеф біреу келіп тұр дейді. Кім? Білмедім. Кірсін дейді. Кірсін. Мен бүгін Ага. нені ұмыттым десем, бір нәрсені ұмытыппын ғой. Айтыңыз. Бүгін мен таңертең тұрып жаттығу жасайтын ем. Бегал. Дайынбыз. Давай. Таңертең тұрып велосипед айдайтын ем да. Амал жоқ. Осы жерде айдай салам. Сүмелек! Пошел вон! Кім кеп тұр? Отырыңыз. Ей! Неге менің халқым қуанбайды? Музыка дай, музыка! Музыка дай! Музыка дай! Музыка дай! Музыка дай! Ештеңе қызық емес маған. Қалай өмірді қызық қылуға болады? Камера айтшы. Қалай өмірді қызық қыламыз? Шеф біреу келіп тұр дейді. Кім? Ешкім. Кірсін. Кірсін. Кірсін дейм. Мына Мауғли кім? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ақшаға бір шомыс бейшара. Менің аты жөнім Мәжнүн. Иә? Менің аты жөнім Мәжнүн деймін. Мәжнүн? Иә. Ләйлі Мәжнүн деген сияқты, Мәжнүн. Жүн десе керек. Жоқ, Ләйлісін іздеген Мәжнүн деген бар ғой сол, Мәжнүн. Мәжнүн. Иә. Менің атым негізі баяғыда олигарх болмай тұрған кезде менің шын атым Оңғар болған. И олигарх болдым, аңғар болдым мен атым. Мен сізге келген себебімді айтайын. Мен толқып тұрмын, бірақ айтайын сонда да. Сіздің жалғыз қызыңыз бар емес пе? Мен сол сіздің жалғыз қызыңызды сүйем, жақсы көрем. Менің қызымды сүйет. Ей, сорлы, жалаң аяқ, жалаң бұт. Жалаң аяқ Жәдай. демеңіз. Жалаң аяқ демеңіз. Нәскиім бар менің. Жалаң бұт демеңіз. Бар. Не бар? Бар ғой, бар. Сен состояниең қанша? Мен состоянием 70 килограмм бармын, бірде 66 бойым. Жоқ, мен саған жалпы қаржың қанша мен қызыма? Мәселе ақшада емес қой, мәселе махаббатта ғой. Мен сіздің қызыңызды жақсы көрем. Оксфордта, Англияда оқып жүрген кезде қызыңызға ғашық болдым. Сол қызыңыздың қолы мен жүрегін алуға, сұрауға сізде келіп тұрмын. Мен қызыңызға көмектестім, оқуына көмектестім, ақшалай, қаржылай көмектестім. Сен мен қызыма ақшалай көмектестің. Екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Мен олсыз өмір сүре алмаймын. Сондықтан мен ешкімге айтпай өзім келдім, өзім қызыңызды сұрайын деп. Да ты чё? Иә. Сен мен сағатым қанша тұрады білесің ба? Иә, қанша тұрады? Әулетіңмен қосқанда тұра алмайсыңдар ғой сіздер. Жарайды. Мен телефон. Мен енді сүйем, күйіп қалдым енді мен. Это iPhone 13. Ойбай, әбекен. Менен де олигарх көкеміздің де бар. Мен енді осы бастаған кезде бұл кісі сұламаш, халыққа сұламаш. Да, әбеке. Мәжнүн? Мәжнүн деген кім?
Жынды айтып жатсам. Мәжнүн деңіз. Әбеке, шағасып атса деймін. Да, ол Мәжін деген бала менің қасымда. Телефонды бер. Алыр. Мынауың Мауглиң жаман. Маугли демеңіз. Мауглидің қайнатасы болсаңыз жаман ба, жаман болады ғой кейін. Айтпаңыз етіп. Да? Папа, айттым ғой сізге, маған звондамаңызшы дедім ғой, мен өзім шешем дедім ғой, папа. Я, мен қазір өзім телефонмен звондайшы, мына ескі ма бірдеңе, я. Нашар, связь нашар екен, өзімдікімен звондайым, қазір мақұл маңыз. iPhone 25. 25 жылдыққа папашканың сыйлығы маған. Именной. Да, папа. Айттым ғой, осы қызды алам. Алмасам өлем, папа. Өлгенің жақсы, өлгенің. Ну что, кедей болса қайтайық енді. Бізден кедей екен, қайтеміз енді. Осы қызды алам, папа. Алмасам болмайды, я. Мен жақсы көрем. Бол, папа. Өлем десе, алмасам өлем. Сіз араласпаңыз, мен өзім шешем. Өлем алмасам, я. Болды. Жаным, алтыным, күйеу балам. Сен әбекең боласың ба? Е? Не ақ басында айтпайсың, жаным? Мен саған доллар шашып пантабат, сендер евро шашасыңдар ғой, жаным. Мәселе махаббатта ғой. Алтындарым, бақытты болыңдар. Дай телефон. Доча, бүгін досрочно күйеуге тиюің керек сен. Әбекең баласы айналып, әбекең. Доча, кеш, сен тез кешей. Жаным, сен әбекең. Ей! Әбекең жалғыз баласын. Сен Маугли емес, сен бар ғой, Гераклсың ғой, жан. Доча, Құдай берді ғой бізге. Әбекең баласы. Пап, мына Мауглиге мен қидыңыз ба? Маугли деме, Мауглидің келіншегі боласың әлі сен, Маугли деме. Қызым, тиесің осыған. Қызым, сен бұған тимейсің, ақшасына тиесің, доча. Да, ну, бізден бай не? Бізден бай болғанда әбекең бар. Доча, былай қалайық. Бүгін свадьба. Болды. Ешқайсыңа пригласительный бермеймін, досрочно свадьба жасайын. Свадьба бүгін дайындаңдар. Дастархан Алуға давай дастархан жасыңдар. Алуға давайды біз свадьба. Дай. Мен осы кезде бір Абайдың өлеңі еске түседі. Мен жаңа айттым, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дедім. Соның аяғын аяқтайын. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боларсың, өлсең тағы. Менімен сен теңбе деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі. Ол баяғы дейді. Ақша не қыламыз? Кім айтты? Әбекең айттым осыны. Абай атамыз айтты. Абай атам абай. Мен әбекең айттым дейсің ғой. Доча! Ақша да емес, дүниеде емес. Доча, не айттың? Бұған мен тегін кеп тұр ғой. Сен тимесе шешеңін бер жүрем. Доча! Әулетімізде тиеміз ғой. Әбекең бол. Әбекең бол. Пайғамбар күйеу боласы сыйлаған. Көтеріп апарыңдар күйеу. Жаным, 25-ін маған бере сал. Осында да шықты, Доча! Тиесің, доча! Келген жылдар қосылған екі жастар, бақыттың байлығын